Bentley'ге төтеп бере алмады. Las Vegas Review Journal басылымының солушысы Сэм Гордон бұл жекпе-жекті Bentley'дің стилін мақтады. Алимхан ұлы Хос ырғағын тапқан, Bentley'ге төтеп бере алмады. Жақын өткен раунд көп болды. Алимхан ұлының күш-қуаты Bentley'ге қиындық тудырмады. Bentley жарды. Жекпе-жектің баяу бастағымен қиын сабырға келіп, Алимхан ұлының корпусын жиі соққы жасап, ырғағын бұзды. Алимхан ұлының жекпе-жегін ерте аяқтауға мүмкіндік бар деп ойладым. Оның орнына ол карьерасында алғашқы рет 12 раунд жұдырықтасты деп жазды Гордон твиттерде. Чемпиондарға шынымен дайын ба? The Ring журналы Douglas Fisher болса Жәнібек Әлімханұлының кез келген чемпионмен шығуға дайын екенін мәлімдеді. Жекпе-жектен кейін Әлімханұлы мен кез келген чемпионмен кез келген жекпе-жекке дайынмын деді. Ол шынымен дайын ба? Ол The Ring рейтингіде одан озып тұрған орта салмақтағы боксшылармен Геннадий Головкин, Жермар Чарло, Димитриус Андраде және Хайма Муңнемен немесе тіпті кіші Крис Юбенк және Карлос Адамес сияқты рейтингі төмен қарсыластармен жекпе-жек өткізуге дайын ба деп сұрақ қойды Фишер. Жәнібектің қорғанысы күмәнді. Бокс туралы подкасттармен танымалы Малачи Уильям басқа да чемпиондарға Жәнібек Әлімханұлымен дал қазір жұдырықтасуға кеңес берді. Жермар Чарло мен Хайма Муңняның орнында болсам, Жәнібек сауығып кетпей тұрып дал қазір жекпе-жекке шығу үшін барымды салар едім. Егіңіз мықты болса оны жеңуге болады. Жәнібектің шабылуын болжауға болады. Ал оның қорғанысы күмәнді дейді ол. Bentley тәуекелге барды. Жәнібек Әлімханұлының бапкері Джеймс Бадди Макгрид қазақстандық боксшы дивизионда көшбасшылармен жұдырықтасуға дайын екенін айтты. Тыңдаңыздаршы, ол әлем чемпионы. Мен оны әлі күнге дейін орта салмақтағы ең үздік боксшы деп санаймын. Bentley жекпе-жекке жақсы дайындықпен шықты. Жәнібекке жекпе-жек алдында Bentleyге жоғалтатын ештеңе жоқ. Ол тәуекелге барады дедім. Әлімханұлы өз титулын қорғап қалу үшін қажет нәрсе істеді, деп келтіреді The Ring Баддың сөзін. Боксшылар не дейді? Дензел Bentley титулын айқаста Жәнібек Әлімханұлынан жеңілгеннен кейін мәлімдеме жасады. Сайттан алғыр не айта аламын? Мен ол жерге шығып, бар күшімді салып айқастым және жеңіске жақын болдым. Мен чемпион болмақпын, сондықтан бұл мен үшін аса жақсы емес. Спортзалға оралып мен өзімді күштемін және арманымды жүзеге асырамын. Осы кезде көрсеткен барлық қолдау үшін алғыс айтамын. Отбасым мен командама да қолдау үшін алғыс білдіремін. Мен чемпион боламын деп жазыпты Bentley Instagram желісінде. Ал Әлімханұлы бұл айқасқа дейін қарсыласын нокаутқа түсіруге уәде берген еді. Қазақстандық боксшы жекпе-жектен кейін осыған байланысты жауап берді. Алдымен жанкүйерлердің бәріне алғыс айтқым келеді. Бұл бокс. Мұндай айқастарға боксшылар 100% дайындалып шығады. Бұл менің бірінші 12 раундым. Алда жақсылап дайындалып, бұдан да жақсы өнер көрсетемін дейді Жәнібек рингте тұрып. Сонымен қатар қазақ стилі келесі кездесуін кез келген чемпионға қарсы атап өтті. Жаңалықтарды барынан бұрын біліп отырғыңыз келсе, каналға тіркеліп видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең соңғы жаңалықтар тек қана бізде болады.